Сәлеметсіздер балалар. Сәлеметсіздер. Балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын шаттық шермен тұрып, амандасыңдар қарай ма? Армысың? Армысың? Алтын күн? Армысыңдар? Жарайсыңдар. Бүгінгі оқу қызметімізде мамандықтар туралы өтетін боламыз. Балалар, мамандықтың түрлері өте көп. Дәрігер, мұғалім, өрт сөндіруші, полиция, аспазшы, әнші, биші, бұлардың бәрі мамандықтар, мамандық иелері деп атайды екенбіз. Мамандық иесі болу сіздерге көп білім алу керек, көп оқу керек, мектеп, балабақшаларды жақсы аяқтау керек. Мамандықтың жаманы болмайды. Айся, кел. Айся, есіме қазір бір мамандықты атайын, сен соны тауып бер, жарай ма? Шаштаразшы. Жарайсың. Айся, шаштаразшыда қандай құралдар болады? Айтшы. Қайшысы болады және? Тарағы болады, жарайсың. Ал мұғалім тауып берші маған, мұғалім. Ал мұғалімде қандай құралдар болады? Жарайсың, Айзия. Мұғалімде көп заттар болады екен. Отыра ғой. Және бізге келеді Омар келсін, Омар келе ғой. Аған дәрігер тауып берші, дәрігерді. Жарайсың. Омар, дәрігерде қандай құрал болады? Айтшы. Уколы болады. Сосын? Иә. Сосын? Иә, тұшылтыртатын. Дәрілері болады, дәрі-дәрмектері болады екен. Жарайсың. Ал мына кісі кім? Бізден кім? Полиция. Мен сіздерге шағын бір тапсырма алып келдім. Жарайсыңдар. Берген мамандыққа бойынша мына жердегі ыдыстармен, алдағы ыдыстармен өзіне керекті заттарын, құралдарын қойып шығыңыздар, иә балалар? Ал қойып. Асықпай ойланып жасаңыз. Сен қандай мамандық құрастырдың? Өрт сөндіруші. Жарайсың. Ал сен не құрастырдың? Дәрігер. Дәрігерге қандай құралдар керек? Айтшы. Укол керек. Дәрі-дәрмектер керек. Жарайсың. Әділ. Ал сен не құрастырдың? Аспазшы. Аспазшыға не керек? Газ керек. Ыдыс аяқтары керек, иә? Жарайсың. Аминас, ал сен не құрастырдың? Полиция, жарайсың. Алтын. Жарайсыңдар балалар, сендер жақсы мамандық иелерін құрапсыңдар. Балалар, шаршадық па? Иә! Ендеше бір сергі билеп алайық. Жарай ма? Иә! Билейміз балалар. Жарайсың, балалар, билейміз.
Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгін біз оқу қызметінде қандай сабақ өтті? Мамандық. Жарайсыздар, мамандық туралы. Мамандықтың түрлері көп екен, иә? Қандай мамандық есімін білесің? Айси айта қойшы. Аспазшы. Мадина? Дәрігер. Амир айтам. Жарайсыздар. Мамандықтың түрлері өте көп екен. Бүгін сабаққа жақсы қатысқандарың үшін мен сендерге жақсы деп марапаттағым келіп тұр. Жарайсыңдар. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысқандарың үшін мен сендерге марапаттаймын. Мамандық туралы сабағымыз осымен аяқталды.